Сәлем баршаларыңызға. Бүгін біз сіздермен үй жағдайында сыр дайындайтын боламыз. 3 ғана заттан, үйде бар заттардан дайындалады. Алдымен маған тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ыдысымызға 1 литр сүт, немесе жарты литр сүт құйсақ та болады. Менде жарты литр сүт бар еді, соны құйып, газға қойдым. Қайнағанға дейін осындай екінші ыдысымызға 20% қаймақты құйып аламыз. 2 ас қасықта 2 жұмыртқа салып, жақсылап араластырамыз. Біркелкі масса болғанша жақсылап араластыратын боламыз. Араластырып болғаннан кейін сүтіміз қайнауға жақындаған кезде жарты шай қасықты аздап тұз салатын боламыз. Одан кейін сүтімізді араластыра отырып, дайын болған массамызды құятын боламыз. Түбіне алып қалады, араластырып тұрмасаңыздар. 4-5 минут араластырып тұрамыз. Осылай іртік-іртік болып шығады. Үстіне су шығып, осылай қайнайды. Қайнағаннан кейін өшіріп, осындай сүзгіштің көмегімен сүзіп алатын боламыз. Суыны қалдырмай, осы сүзгіштің көмегімен барлығını шығарып тастаймыз. Бір-екі минутқа қалдыратын боламыз. 1-2 минуттан кейін осындай дәкенің көмегімен суының бәрін сығып тастайтын боламыз. Содан кейін пакетке салып, арнайы бір өзінің формасын сақтайтын ыдысқа салып, үстінен ауыр затпен бастырып қоямыз. 3-4 сағат холодильникке қойып қоямыз. 3-4 сағаттан кейін алып, таңғы асқа немесе шаймен жесеңіздер өте күшті. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер рецептім ұнаған болса, маған тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Соңына дейін көріп, қолдағандарыңыз үшін үлкен рахмет. Алдағы уақытта басқа да рецепттер шығаратын боламын.